Ассаламу алейкум достар. 3 ай бұрын осындай бройлерден 40 балапанын алдық. Бір апталық балапандар 400 теңгеден 16 мың теңге болды. Апта сайын 30 секундық роликтер түсірдім. Соңына дейін көріңіздер. 2 айдан кейін бәрі сойылды. Қанша ет, қандай жем, қанша кеткен бәрін көресіздер. Каналға жазылыңыздар, видео қызықты болады. Бір аптаның ішінде 5 шөжек өліп қалды. Жемге келсек, 25% жүгері, 25% бидай, 50% комбикорм старт деген бройлерге арналған. Комбикормның бағасы 200 теңге килограмм, жүгерінің бағасы 150 теңге, бидайдың бағасы 110 теңге килограмм. Сонда орташа есеппен 1 килограмм жеміміздің құны 165 теңге болады. Арасында кішкентайлар да бар, үлкендер де бар. Осы апта ешқандай балапан өлген жоқ, ауырған жоқ. Алдыңызда 3 апталық балапандар. Мінекей көрініп тұр, қайсылар үлкен, қайсылар кішкентай, кейбіреулер өспейді. Менің ойым бойынша ана шыққандары іскеткеннен кейін деп ойлаймын. Тектоник бердік, суға араластырып, иммунитетке жем беріп тұрмыз. Бәрі жақсы, бәрі нормально. Мінекей. Мінекей 4 апталық бройлерлер уже көрініп тұр, кейбіреулер өспейтін. Арасында 3 бройлер емес, беспородный балапандар да бар. Мінекей жорик, ірілерінің бәрі жемдерін жеп тұр, бәрі жақсы. Особо қарауда керек жоқ, азында жем суын салып кетесің, болды. Арада тағы бір апта өтті, балапандардың саны 30, 5-еу өліп қалды. Осы апта қатты жаңбыр болды, таңертең өліп қалды. Кешке жақын жасыл шөп жейді, жем шөбі бәрі бір қалпында. Мінекей өсіп қалды мекен. Қазір тағы да видеоға шығады, көріңіздер. Көкпар дарбызға тығылас. Осы 30 бас соңына дейін болады. Қанша жем жеген соңында түгелдетіп айтамын. Көрініп тұр бройлерлер нашарлау екенін. Өйткені шлей өспей жатыр. Породадан деп ойлаймын. Өйткені комбикорм беріліп жатыр, жүгер беріліп жатыр, бидай жеп жатыр. Бірақ бройлерлер өспей жатады. Бройлерлер осындай болып жатады, жаңбырдың астында. Еш жаурамайды, үлкен болып қалды. Кормушкасын көріңізі, негізі 30 басқа бір кормушка аздық қылады. Минимум 2 қою керек екен. Суларын осындай бакашканы бердік, бұл да дұрыс емес. Мына жігітейка жүрамай қалды, қазір сойуға тура келді. Салмақ өлшеп, еті қанша болды, қазір сойып көрсетіп беремін. Бір жағынан бройлер ұстау жақсы, үйдің қалдықтарын бәрін түгелдеп жеп қояды. Жемдері постоянно алдыда болу керек, күндіз түні жеп тұрады, сулар ішіп тұрады. Далаға осындай бір кешке жақын жарты сағатқа шығарып тұрамыз. Көк жасыл шөпті жейді, мінекей жүріп барады. Уже аяқтары ұстамай жатыр, бірақ салмақ та жоқ ұстайтын. Бройлер балапандары өсті, бірақ салмақ жоқ бір жағынан. Көтеріп қойсаң жеп жеңіл. Жем жейді, су ішеді, бірақ салмақ жоқ. Соямыз, Құдай қаласа, қазір көресіздер қанша салмақ берген. Тірідей соңғы видео, қазір еттің видеосы болады. Балапандардың бәрі орташа есеппен 150 килограмм жем жеп қойды.
165 теңгеден 25 мың теңге. 26 бас сойылды, 4 қалдырып қойдық. Орташа есеппенен 1-1,5 килограмм ет берді бір тушадан. Бірақ нормада 2-3 килограмм беру керек еді. Бройлердің породасы да нашар болды деп ойлаймын, және де сәл аурулау болып келді ау. Ничего, келесі партия жақсы болады, Құдайға қаласа. 26 балапаннан 31 килограмм ет шықты. Барша шығынды есептесек 25 мың жем, 16 мың балапандардың құны болады 41 мың теңге. 4 балапан тіріде қалдырдым, 1,5 теңгеден болады 6 мың. Сонда 41 мың теңге минус 6 мың 35 мың. Бөлеміз 31 килограмм ет болады 1100 теңге 1 килограммның құны. Сапасы мінеке осындай, еш дәрі-дәрмексіз, өте сапалы ет. Тірідей 4 балапан мінеке, біреу брама болып шықты. Құс ұстайтын кісілер маған хабарласыңыздар, бірігіп видео түсірейік. Видео көрген үшін рахмет. Менде жылқы еті бар, жазылуыңызға болады WhatsApp экранда.